Құрметті халқым, біз бүгінгі видеоны қазақ ханы Керейдің таққа отыруынан бастап, Тоқаевтың билікке келуіне дейінгі билеушілердің қалай билікке келгенін, елдің есінде қандай ірі істерімен қалғанын, халыққа қандай шарапаты тигенін, міне осы хақындағы тарихты бір жолы өтпекпіз. Ендеше, тарихты тарих онлайннан тыңдаңыз. Бұл далада талай хандар мен сұлтандар, патшалар мен билер өз үкімін жүргізді. Хандар таласы да болды, алтын тақты иелену үшін өз бауырына қылыш көтергендер де өтті. Талай халық жерімізді басып өтті. Бірі батысқа кетті, енді бірі шығысқа көшті. Қазақ даласы кескілескен майданның даласына да айналды, бейбітшілік күндердің рахатында сезінді. Қазақ хандығы 15 ғасырдың соңында тарих сахнасына шыққанда, оның негізін қалаушы қос билеуші Керей мен Жәнібек хандардың тікелей басшылығымен алғашқы шекарамыз қалыптаса бастайды. Әрине, Моғолстан ханы Есен-Бұғадан алынған Шу мен Талас өңірлері елдігіміздің алғашқы туы тігілген қасиетті мекен болғанымен, қазақ билеушілері мұнымен тоқтап қалмады. Алғашқы билеушілеріміз Керей мен Жәнібек хандар қазақтардың есінде саяси тәуелсіздік алып берген әрі тұтас мемлекеттің негізін қалаған билеушілер ретінде тарихтан өз орындарын ойып тұрып алды. Бұл екі билеуші таққа халықтың қолдауымен келді және халықты соңынан ерте білді. Ойлап қараңызшы, сол кездерде қаһарлы Әбілқайыр ханнан бөлініп, соңынан халықты ертіп әкетіп, артынша үлкен мемлекет құру деген кез келгеннің қолынан келе бермейтін ұлы іс екендігі белгілі. Алғашқы екі билеуші қазақтың саяси тәуелсіздігі жолында күрессе, оның мұрагерлері енді экономикалық, мәдени майданда айқасты. Әрине, қазақ хандығы 15 ғасырдың соңында құрылды дегенімізбен, одан кейінгі ондаған жылдар, тіпті ғасырлар бойы біз және Әбілқайырдың мұрагерлері құрған Бұхар хандығымен ұқсас тұстарымыз өте көп еді. Бұл уақыт өте келе екі түрлі халықтың киім киісінен бастап, өмір салтына дейін өзгертетін ғасырларға жалғасқан үлкен тарихи процестің енді ғана басталғанын көрсетті. Сонымен, Керейден Кенесарыға дейінгі билеушілер қазақтың жеке дара хандары ретінде тарихта қалды. Біз дербес қазақ хандығын Кенесары ханның өмірден өтуімен аяқтаймыз. Одан кейін қазақтар өз билеушілерін өздері сайлай алмады. Біз Мәскеудің аузына қарадық. Ақ патшаның ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып, орыс шенеуніктерінің түкірігі жерге түспейтін заман орнады. Әрине, Кенесары ханның көзі тірісінде де, тіпті Абылай хан тұсында да, патшалық Ресей қазақтардың ішкі істеріне араласып, өздерінің ыңғайына жығылатын басшыны билікке әкелуге тырысты. Қазақтың жекелеген хандарын бір-біріне айдап салып, іріткі салу саясатында жүргізді. Патша үкіметі мұны алыстан отырып пультпен басқарып отырған жоқ. Сол қазақ халқының арасына өз тыңшыларын, ал әдемі тілмен айтатын болсақ, тілмаштарын жіберді. Негізінде Мәскеу билеушілері қазақ даласына жіберетін тілмашты таңдағанда, олардың тілін ғана түсінетін, яғни қазақша ғана сөйлей алатын емес. Сонымен қатар, діні мен ділі, қазақ билеушілерінің кімге кімнің жауы екендігін, қай сұлтан кімнің орнын иеленгісі келетіндігін және тағы да басқа осы сияқты жағдайларға дейін жетік білетін адамдарды таңдап алды. Әдетте қазақтар арасындағы руластық, дүрдараздықты орыстарға қарағанда шоқынған татар, ноғай халықтарынан шыққан шенеуніктер ерекшеленіп алға шығатын. Яғни орыстардан гөрі ноғай татарлар қазақтар туралы жақсырақ білетін. Патша үкіметінің қазақ даласына жіберген тілмаштарының атқарған миссиясы бірде сәтті, бірде сәтсіздікке ұшырап жатқанына қарамастан, Мәскеу алдымен хандық билікті жоюға қол жеткізді. Өзіне бағынбаған кейбір сұлтандарды ұстап алып, қамап тастады, немесе айтқанына көнбегендерді Сібірге жер аударды. Бір сөзбен айтқанда, хандық билікті түбірімен жойып, өз губернаторларын тағайындады. Қазақтың жерінде Батыс Сібір, Түркістан, Орынбор сияқты генерал-губернаторлықтар пайда болды. Бұлайша айтқанда, қазақ халқын Ресей императоры бекіткен губернаторлар бастады. Бұл жағдай 1917 жылғы ақпан төңкерісіне дейін ұласты.
қарапайым халықты қанап келген Романовтар әулетінің билігі құлап, бұл тек Ресейде ғана емес, оған бағынышты қазақтар сияқты өзге де ондаған, жүздеген халықтардың үлкен үмітін оятты. Енді Ресейге бағынышты болып келген, яғни патша үкіметіне бағынышты болып келген қазақтар сияқты өзге де халықтардың үлкен үміті оянып, олар өз үкіметтерін құрып, тәуелсіздік аламыз деп үлкен үмітпен қарады болашаққа. Алаш зиялылары міне осы кезде тарих сахнасына шықты. Олардың ұстанған бағыты өзге қазақ интеллигенциясы мен түрлі келіспеушіліктерге қарамастан, олардың мақсаттары бір еді. Қалайда отарлықтан құтылып, өз алдына жеке ел болу, автономия статусын алу. Демократиялық ел құру идеясы кең қазақ сахарасын шарлап кетті. Жергілікті газеттер болып жатқан өзгерістер туралы жазумен болды. Ал қазақ зиялылары бірлесіп жаңа мемлекеттің бағыт-бағдарын айқындайтын бағдарлама жазуға кірісті. Бір сөзбен айтқанда, қазақ даласында бұрын соңды болмаған буырқанған демократиялық қозғалыс белең алды. Түрлі саяси партиялар құрылып, өз идеяларын халыққа түсіндіруге кірісті. Алайда қазақ халқының бұл үміті ақталмады. Ақпан төңкерісіндегі қуанышты хабарды қазан төңкерісінде билікке келген коммунистер тас-талқанын шығарды. Әрине, большевиктер ол кездері соншалықты күшті емес еді. Сондықтан қазақ, өзбек деген сияқты сол кезге дейін патша үкіметіне бағынып келген әрбір халықтың көңілін тауып, олардың көңілін аулап қоюға тырысты. Ленин бастаған коммунистер неше түрлі уәдені үйіп төгіп, алайда Сталиннің билікке келуімен ол уәделердің ешқандай маңызы қалмады. Алдымен ұлтымыздың қаймақтарын шетінен қырып салды, артынша халықтың бас көтеруге шамасы қалмайтындай екі бірдей қолдан ұйымдастырылған ашаршылық басталды. Бір кездері үлкен үміт күткен демократиялық елдің тек елесі ғана қалды. Коммунистердің билігі 1990 жылдарға дейін жалғасты. Әрине, 1982 жылы Брежневтің өмірден өтуінен кейін ақ кеңестер одағында шиеленістер басталып, билік басындағылар жиі ауысып, ұзақ жылдарға созылған экономикалық және әлеуметтік тұрғыда артта қалғандық ашық байқала бастады. Әрі қарай Ғаббас Қабышұлы ағамыздың сөзінен үзінді келтірейік. 1991 жыл, желтоқсан айының 7 күні, Беларусьтың ұлттық паркі Беловеж қорығы, мемлекет басшыларының сондағы демалыс орталығы Викули. Осында Ресейдің билік иесі Ельцин, Украинаның билік иесі Кравчук, Беларусь билік иесі Шушкевич нөкерлермен жиналып, шүйіркелесіп, 8 күні Совет одағы ыдыратылғанын ресми жариялады. Келісімге қол қойылысымен Ельцин ақш президенті Бушқа телефон соғып батасын алды. Шушкевич КСРО президенті Горбачевтан шүйінші сұрады. Бұл оқиғаның ұзын ырғасын айтқан сұхбатында Шушкевич былай деді: келіссөзге Қазақстан президенті Назарбаевты қатыстыруды жөн көрдік те, досы Ельцин оны телефонмен іздестіріп, тауып алып, бізге қосылуға шақырды. Нұрсұлтан, кел, біз мұнда маңызды мәселелерді шешпекшіміз деді. Дауыс күшейткішпен сөйлесті, біз естіп отырмыз. Назарбаев: иә, барамын, ұшаққа жанармай құйып жатыр, қазір ұшамын, жетемін деді. Ол бізге келген жоқ, Горбачевқа барды. Ол жалпы жағдайдан хабардар еді. Біздің бе, Горбачевтың ба қайсымыздың жығарымызды болжай алмай сасқан. Михаил Сергеевич оны қайткенде өзіне қаратып алуды көздеді. Жеңген күнде тұтқындағы Анатолий Лукьяновтың орнына КСРО жоғары кеңесінің төрағасы етуге уәде беріпті. Назарбаевтың бізден сырт айналғаны сондықтан деді. КСРО құрамындағы республикалар ең алдымен Балтық бойындағы, одан соң Кавказ өңіріндегі кешегі одақтастар суверенитет, дербестік алуға кірісті. Горбачев: суверенитет қанша керек болса сонша ала беріңдер деген. Ол Ельциндер жобалаған тәуелсіз елдер достастығы құптағаннан кейін бәрін қайтадан жиып алып тәуелсіз мемлекеттер одағын құрып алуды ойлаған көрінеді. Пиғылдас Назарбаевтың оған сенуден, дәмелі лауазымын күтуден күдері үзілсе керек. Ақырында дербестікті амалсыз ең соңында алды. 1993-1994 жылдары Комсомольская правда газетінің тілшісімен сұхбатында: тәуелсіздікті басқалар алып жатқан соң, біз де алдық десе, Мәскеудің мемлекеттік
университетіндегі кездесуінде Совет одағын сақтап қалу үшін менің ақырғы патроным қалғанша соғысқанымды өздеріңіз білесіздер деді. Бұл сол дәуірдегі саяси өзгерістерді сезінген жазушы Ғаббас Қабушұлы ағамыздың сөздері болатын. Сонымен не керек? Атақты желтоқсан көтерілісі Қазақстанда, Алматы қаласында болғанымен, Қазақстан Кеңестер одағынан ең соңғы болып шықты. Кейін Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті болып шыға келді. Назарбаевтың 30 жылға жуық билік ету кезеңі шиеленісті жағдайларда өтті. 2019 жылы тәуелсіз Қазақстанның екінші президенті ретінде билікке Қасым-Жомарт Тоқаев келді.